Ассалаумағалейкум достар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Біз деген бұл біздің жаңа подкаст. Жаңа жобамыз, атын айта кетсек болмайтын подкасттың ең бірінші болмайтын жері кетті подкастымыздың. Өзі білініп отыр болмайды екені. Қатты кетіп жатыр. Енді жалпы бұл подкасттың мақсаты неде десеңдер, бұл өзіміздің ішкі 35 жайдарманды дамыту. Тек қана дамытпай қойып, таныту десек те болады. Атын шығару. Әлеуметтік желіміздегі өзіміздің бір жеке, өзіміздің бір жаңадан бүйтіп қадам бастап жатырмыз енді. Көрермендеріміз бар шығар деген үміттеміз. Осы жақында енді бұйырса 35 жайдарманның финалдық бәсекелестігі болады. Ояққа өткен 8 команда бар. Қандай еді? Тікелей команда өткендер ол 5 команда өтті. 5 па? 4-еу ғой? 4-еу өтті. Тікелей 4 команда өтті. Ол Гүлжанат апайдың балалары, Күлмесең қой, және Мөлдір апайдың балалары, Бес бармақ. Және де негізі бізде өтіп едік қой. Негізі біз ғана ешбармақты орында. Бойысыншікте өзіміз бердік енді, ағалық ретінде танытып, інілерімізге жол беріп, жол аштық. Бізге кезінде онда ешкім бермеді. Бізге қатыгездікпен қарады. Қатыгездіктен қарады ғой, қатты. Ұшырып жіберді. Ұшырды, Бедіп, қош. Жоқ, онда емес. Резервпен өткен командалар ол Потолок пен адреналин. Потолок, адреналин және Назерке апайдың балалары. Сосын жұмыс еші. Назерке апайдың қыздары. Жақсы, жалғастырамыз. Болмайтын подкасттың екінші болмайтын әзілі. Тетруын. Біз Халил Досмұхамедұлы атындағы номер 37-ші орта мектебінің мектептің атынан шығатын жайдарман құрамасының ойыншыларымыз. Өзімізді таныстыра кетсек, мен есімім Қайыржан болады. Осы жайдарманды бастағалы уже 3 жыл болды. Біздің командамыздың капитаны. Мен командамыздың екінші мүшесі және де капитанның оң қол ретінде танисыздар шығар енді. Атын Нұрасы, сен күте тұр. Сен керек демессің. Мен оң қолымын, яғни мынау менің бәшпайым десең. Орысша айтқанда мизинец. Мүшесі Аманқос Мусим. Бұл яғни бір сөзбен айтқанда бәрімізден ерте бастап жатыр КВН-ді, бірақ әлі күнге дейін дымда өзгермеген. Бұның арқасы өз қалпында қалып қойған, бұл дым дамытпаған, дым дамымаған, бүйтіп нестемей өспеген, сол күйінде қалып қойған ғой, бойы сияқты. Ассалаумағалейкум. Тісі сияқты деш, тісі сияқты. Достар, бұл өзіміздің подкаст басталып жатыр. Достар, біздің айта кетелік жайып, бізге осы подкастқа спонсор болып отқан біздің сөзімді айтып алайын да, күтсейші сен. Сөзімді бөлме. Күте тұр, айтып алайын. Айта кетелік жайып, біздің басты демеушілеріміз деп қазақша сөйлейін ағайын. Қазақ қолдамағанда кім қолдайды? Дұрыс айтасың, Қайыржан. Дәл осылай айта кетелік жайып, біздің осы демеушілеріміз ең бірінші Суши шеф Ақтөбе. Екінші Зор Ақтөбе киімі. Өте сапалы киімдер, өте және ұқыпты және тиімді бағада. Достар, айта кетелік жайып, дәл осы киімді, осы сапалы киім уже 1 жыл болды. Ол тозбады. Тозбайды да, тозбайды. Және де біздің үшінші кетші ба? Атауы кетіп қалма сөйтіп. Үшінші демеушіміз ол Dental Cleaning, яғни ең басты демеушімізді ұмытпайық. Ол Ғабиден ағамыз. Ұялайық. Жалпы Суши шефқа біздің ерекше рахметіміз бар. Ерекше алғыс білдіреміз. Сенің сөзіңді бөлмесең, өзім бір сөйлеп қойын деп едім жаңағы. Біздің Суши шефқа дейтін алғысымыз өте шексіз. Өйткені әрбір ойында бізді қолдап демеп,
әрбір ойыншымызға өздерінің дәмді де тәтті пиццаларын тегін таратуда. Және де That's why. Пиццалар маған ұнайды. That's why. Суши шефтің пиццалары маған ұнайды. That's why. Олардың маргаритасы маған ұнайды. That's why. Пепперонида ұнайды. That's why. Карбонара, баланеза ұнайды. Дәл олай емес. Неге? Баланез алып келді алдында, жетіп қой. That's why. Жақсы. Енді осы бұл бастапқы бағдарлама болғаннан кейін, бастапқы ашылу болғаннан кейін бұл қысқа да нұсқа болады. Өйткені бізде не айтарымызды білмейміз, сіздерге не қызық екенін де білмейміз. Сол себепті астыда комментарийға өздеріңіздің қандай сұрақ қойғыңыз келеді, соны жазып кетіңіздер. Біз келесі шығарылымда осы сұрақтарыңызға жауап беретін тырысатын боламыз. Біздің инсталарымыз жауап беруге тырысамыз. Біздің инста парақшамыз. Дәл. Жақсы, сау, саламатты болыңыздар. Окей, let's go. Өтіп кетті, базы. Зырр.